Бүгін біздер шәулеп пісірейін деп жатырмыз. Оған біз керекті майымызды құйып аламыз. Осында қойдың қарына, сосын пияз, морковь керек болады. Сосын бәрін қосып салып жүреміз. Сосын жетерлікті тұзын салып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін осындай томатын салып аламыз. Бұл домашний томат. Жазда жаңағы помидордан басылған. Жақсылап морковь өлгенше қуырамыз. Осы қуырылып болғаннан кейін жақсылап сосын су құямыз. Еттер піскеннен кейін күрішімізді жетерлікті күрішімізді салып аламыз. Сосын қайнатамыз. Су көп болады осылай. Осында су көп деу болады. Осы қайнап өзі азаяды. Шәулеміз дайын болды. Өте дәмді, қарындарда жұмсақ піскен. Ас болсын дейміз. Асқазанға өте пайдалы. Жаңа күріш жеп, асқазан ауырып жатқаннан жұмсақ күріш жеп тойып жатқан жақсы.